Балалар, сәлеметсіңдер ме? Қазір қазақ тілі сабағы. Қазақ тіліндегі ортақ тақырыбымыз сәулет өнері. Ал бүгінгі бөлімшеміз тұрлаулы мүшелер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар. Бірінші, сөйлемнің тұрлаулы мүшелері жайлы білетін боласың. Екінші, сөйлем мүшелеріне талдауды үйренесің. Ендеше балалар, қазір видеоресурс ұсынамын. Осы видеоресурс арқылы сендер бірінші мақсатымыз, яғни сөйлемнің тұрлаулы мүшелері жайлы білетін боласыңдар. Дана, Томирис, тұрлаулы мүшелерді қайталайық. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері бастауыш пен баяндауыш. Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, кешен салынды. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндаушқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ғимарат тұрғызылды. Бас қалада күн санап неше түрлі көз тартар ғимараттар бой көтеріп жатыр. Алина, осы сөйлемдегі ғимараттар сөзі бастауыш па, баяндауыш па? Ғимараттар сөзі бастауыш болады. Менің ағам Нұр-Сұлтан қаласында сәулетші болып жұмыс істейді. Сәулетші мамандығы туралы айтып берші. Сәулетші сәулет өнерінің маманы. Ол ғимараттардың нобайын сызады. Сәулетші болу үшін шеберлік пен терең білім қажет. Сондықтан еліміздің сәулет өнерін дамытқан азаматтардың еңбегін бағалауымыз керек. Көп рахмет, Томирис. Жақсы балалар, сендер сөйлемнің тұрлаулы мүшелері жайлы біршама ақпарат алды деп ойлаймын. Яғни, бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшелері екенін білдіңдер. Ендеше балалар, қазір екінші мақсатымыз сабаққа қойылған бүгінгі сөйлем мүшелеріне қалай талдаймыз. Осыны үйренетін боласыңдар. Ол үшін, яғни, сөйлем беріледі, сол сөйлемнің талдау алгоритмін ұсынамын. Назарларыңа видеоресурс. Балалар, қазір енді сөйлем мүшелеріне талдаудың алгоритмі қандай екенін түсіндіріп жіберейін. Мысалға, Гүлназ ойнады деген сөйлем беріліп тұр сендерге. Осыны сөйлем мүшелеріне талдаңдар дейтін болса, ең алдымен сендер іс-әрекеттің иесін табасыңдар. Яғни, ойнады кім? Бірден Гүлназға сұрақ қоймаймыз. Ойнады кім? Гүлназ. Ендеше, бұл бастауыш болады екен. Кім деген сұрақты Гүлназдың үстіне қарындашпен жазып қоямыз. Ал Гүлназ, яғни бұл бастауыш болды. Бастауышты біз неше сызықпен сызамыз балалар? Бір сызықпен сызамыз қарындашпен. Енді келесі баяндауышты табуымыз керек. Баяндауышты табу үшін сұрақ қоямыз. Гүлназ не істеді? Яғни біз білеміз, баяндауыштың сұрағы не істеді, қайтты, не қылды болады. Не істеді? Сұрақты үстіне жазып қоямыз қарындашпен. Ендеше баяндаушты таптық. Баяндауыш екенін тағы да анықтайтын оның белгісі екі сызықпен сызылуы. Олай болса, астын сызғышпен екі сызықпен сызып қоямыз. Олай болса, біз сөйлемнің тұрлаулы мүшелері, яғни жоғарыда алған ақпарат жәнегі видеоресурстан, яғни бастауыш пен баяндаушты таптық. Сөйлемнің бастауышы кім? Гүлназ. Гүлназ не істеді? Ойнады. Бұл баяндауыш болды. Ендеше, алдағы уақытта сөйлем мүшесіне талдаңдар деген кезде балалар, дәл осылай талдайтын боласыңдар. Балалар, жақсы. Ендеше, жақсы ақпарат алдыңдар деп ойлаймын. Қазір осы алған білімдеріңді оқу тапсырмаларын орындау барысында қолданады деп ойлаймын. Ендеше дәптерімізді ашып, 7 желтоқсан оқу тапсырмалары деп жазып қояйық. Бүгінгі каллиграфиялық сәтке балалар, Ж әрпінің бас әрпі және кіші әрпін
барлық талаптарға сәйкес етіп жазып қояйық. Ендеше бірінші оқу тапсырмасы балалар. Сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талда. Сендерге 3 сөйлем берілген. Айжан би биледі. Балалар далада ойнады. Мақсат кітап оқыды. Яғни, сендердің мақсаттарың жәнегі екінші видеоресурста ұсынылған сөйлем мүшелеріне талдау алгоритмін басшылыққа ала отырып, сөйлемдерді талдайсыңдар. Мұндағы дескрипторлар: бірінші, сөйлемдерді көшіріп жазады. Екінші, бастауышты табады, сұрағын жазады, астын бір сызықпен сызады. Үшінші, баяндаушты табады, сұрағын жазады, астын екі сызықпен сызады. Төртінші, көркем жазады. Бесінші, сауатты жазады. Яғни балалар, бастауыш пен баяндауыштың сұрағын жазу барысында мен видеоресурста көрсеткендей қарындашпен кішкентай етіп, әдемі қып, әрбір сөйлем мүшесінің үстіне өзіне жазамыз. Жақсы. Келесі оқу тапсырмамыз балалар 20-шы жаттығу, яғни 105-ші беттен оқулықтан орындаймыз. Мұндағы тапсырманың шарты мынадай: сөйлемдерді көшіріп жаз, тұрлаулы мүшелерді тап. Дескриптор жоғарыдағыдай: бірінші, сөйлемдерді көшіріп жазады. Екінші, бастауышты табады, сұрағын жазады, астын бір сызықпен сызады. Үшінші, баяндаушты табады, сұрағын жазады, астын екі сызықпен сызады. Төртінші, көркем жазады, және бесінші, сауатты жазады. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыздың кері байланысы балалар мынадай: плюс таңбасы: маған бәрі түсінікті болды. Жартылай плюс: әлде де сұрақтарым бар. Минус таңбасы: әлде де қиындықтар бар. Ендеше балалар, сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кезіккенше сау болыңдар.